Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда гренкидің жасалу жолы рецептімен бөлісетін боламын. Үйде тұрған кез келген нанды алып, осылай ұсақ бөліктерге бөліп турап аламыз. Жалпы бұл тағамның жасалу жолы өте қарапайым әрі дәмді таңғы ас. Күнделікті таңғы асқа жасасаңыздар, үлкен кісілер де, кіші балалар да сүйсініп жейді. 2 дана жұмыртқаны алып, татымына қарай тұз қосып, жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Содан соң осылай кескен нан бөліктерін екі жағын жұмыртқаға аунатып, қызып тұрған майға салып қуырамыз. Құрметті көрермен, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Осылай жұмыртқаға аунатылған нанымызды барлық жағын араластырып, майға жақсылап қуырып аламыз. Жалпы бұл тағамға балғын, яғни свежий наннан емес, үйде тұрған көгермеген, бірақ та қатып бастаған наннан жасасаңыздар да болады. Дәмі де өте жақсы шығады. Жасалу өте көп уақыт алмайтын, бірақ дәмді болып шығатын гренки дайын болды. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет, сіздерге ас болсын.